Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Wonderslide AI презентация жасауға арналған жасанды интеллект құралын талқылайтын боламыз. Ең алдымен Wonderslide AI дегеніміз не? Wonderslide AI дегеніміз бұл жасанды интеллектке негізделген онлайн құрал, яғни ол бізде презентацияларды тез және әдемі дизайнмен жасауға көмектеседі. Бізде осы Wonderslide AI-дің негізгі мүмкіндіктеріне тоқталып өтетін болсақ, AI арқылы бізде слайд дизайн автоматты түрде жасай аламыз, және фонт және color автоматты таңдау. Яғни бізде осы дизайнды таңдай отырып, біз оның шрифтін және түсін өзгерте аламыз. Және дайын кәсіби шаблондарды таңдауға болады. Яғни әртүрлі дизайндардың дайын түрдегі шаблондары осы Wonderslide AI-да бар. Және AI слайдтағы элементтердің орналасуын, түстерін және визуалды стилін автоматты түрде өзі реттейтін болады. Яғни сіздің контекстіңізге, презентацияңыздың тақырыбына байланысты өзі реттеп отырады. Және біз осы Wonderslide AI-ді қалай қолданамыз? Ең алдымен біз сайтқа тіркелеміз. Және екінші бізде жаңа презентация жолын ашамыз, немесе өзіміздің файлымызды жүктей аламыз. Және үшінші бізде тақырып немесе мәтінін енгіземіз. Яғни біз жаңағы жасанды интеллектке өзіміздің промптты жазамыз. Сонымен қатар AI осы нәрсені бізде автоматты түрде жаңағы сіздің жазған контекстіңізге, мәтініңізге байланысты автоматты түрде слайд дизайн жасайды. Және сол дайын презентацияны сіз өзіңізге жүктеп немесе өңдеп аласыз. Яғни өңдей аласыз. Оның ішінде әртүрлі өзіңіз қосатын ақпараттар болса, немесе алатын ақпараттар болса, өңдеуге болады. Және соңында біз презентацияны небәрі 2-3 минутта ғана дайын болатын презентация аламыз. Біз Wonderslide AI-ді қалай қолданамыз? Соған тоқталып өтетін болсақ, ең алдымен сіздер өздеріңіздің аккаунттарыңызды ашып аласыздар. Менде осылай аккаунт тұрады. Және осы жерде создать деген батырманы басуға болады. Немесе осы создать батырмасын басу арқылы сіздер жаңағы презентацияны жасанды интеллект арқылы небәрі 2-3 минутта жасап шығара аласыздар. Және жасаған презентацияларыңыз осы My презентация деген жерге түсетін болады. Ең алдымен осы создать батырмасын бастамыз. Осы жерге сіз өзіңіз PDF-іңізді, яғни өзіңіздің жаңағы жасаған өзіңіздің презентацияңызды өзгерте аласыз. Немесе өзіңіз қазір тақырыбын және контексті мәтінін жаза отырып, сіз осы жерде дайын слайдты презентацияны алатын боласыз. Мысалы, мен қазір жазып көретін болсам, past simple деп осылай тақырыпта жазамыз, немесе мына жерде плюсик батырмасын басып, сіз өзіңіз жаңағы документіңізді, презентацияңызды енгізе аласыз. Және сонымен қатар, бұл жерде сіз PowerPoint енгізетін болсаңыз, оны сізге басқаша түрлендіріп бере алады, бірақ сіздің өзіңіздің жазған текстіңіз, тақырыбыңыз, мәтініңіз сол күйінше ешқандай өзгеріссіз қалатын болады. Ол осы Wonderslide AI сізге документіңізді, жаңағы презентацияңызды, түрін, дизайнын ғана өзгертіп бере алады. Жаңа айтқандай, ең алдымен осылай past simple деп жазып тақырыбын жазатын болсақ, ол бізден сұрайды, қанша слайд жасау керек. И біз, например, 1 слайд дейік. Осылай слайд санын жазатын боламыз. Сол кезде бізге 1-2 минуттың ішінде қазір презентацияның тақырыбын, жоспарын және қандай мәтіндер қай слайдта тұратынын барлығын өзі құрастырып беретін болады. Біз оған өзгеріс енгізе аламыз, сонымен қатар және алып тастайтын жерлері болса, қосатын ақпараттар болса, қосып отыра аламыз. Біздің де осылай презентациямыз дайын болады. Міне мысалы бірінші слайдқа тақырыбын қойған, және қалай презентацияда не болатын туралы жаңағы жоспары. Және екінші слайдта бізде уже тоже сабақтың жоспары жазылған. Үшінші слайдта бізде осы past simple деген не деген секілді уже ақпараттар кеткен. Яғни бұл барлығын өзі жүйелеп, жауабымен тапсырмаларды осылай шығарып береді. Мысалы,
осылай дұрыс және бұрыс етістіктерді салыстырған, осылай негатив сентенстар және позитив сентенстарда қалай болатыны туралы барлығын істеп кеткен. Time expressions'ты қосқан, осылай өзі 10 слайдқа барлығын толықтырып жасап береді. Және осылай біз добавить новый слайд деп новый слайд қоса аламыз. Және осылай выбрать тему деп уже дизайнды таңдай аламыз. Бізде осы жерде дизайндар бар. Кейбірі ақылы түрде болса, кейбірі тегін доступ бар, қолдана аламыз. Осы жерден біз жаңа айтқандай шрифттарын өзгерте аламыз. Мысалы, осылай бір шрифтті таңдап көрсек, ана жерден біз осылай презентациямыздың цветін өзгертуге болады. Осылай таңдап аласыздар. Логотип қосатын болсаңыздар, логотип қосуға болады. Сонымен қатар осы жерден логотипті қосып, бірақ бұл бізде ақылы болғандықтан менде қазір оған жағдай жоқ. Осылай істей береміз. Так, вот, презентацияға дизайн таңдаймыз. Қалай болатынын былай көріп алуға болады примерно. Осыны таңдағаннан кейін генерировать дизайн деген бассақ, өзі уже сразу қазір жаңағы контекстке байланысты презентациямыз жасап береді. Осылай бізде жаңағы 10 слайдтық презентациямыз дайын болады. Барлығы жүйелі және дизайнына сәйкес келген. Яғни жасанды интеллекттің осындай ерекше қасиеті. Біз бұл жерде текст қате болып қалса, біз оны өзгерте аламыз, немесе оны полный өшіріп тастай аламыз, керек емес болса. Және осылай шрифттің размерін үлкейтіп, немесе оның жирный, немесе обычный қандай екенін цветіне дейін өзгерте аламыз. Осындай өзгерістер енгізуге болады. Және сонымен қатар біз фонды да өзгерте аламыз осылай. Фонның цветін қара, жасыл, ақ, немесе осылай. Осы слайдтағы бар цветтермен өзгерте аласыздар. Осылай бізде көптеген мүмкіндіктері бар. Осы жақта да барлығы жүйелі, ешқандай қате жоқ. Жаңағы біз таңдаған шрифтпен болды, байқасаңыздар. Және біз осыны тура осы жерден предпросмотр арқылы осылай слайдымызды уже көрсете аламыз презентациямызды. Немесе ол бізде мои презентация деген жерде сақталып тұратын болады. Яғни сіз кез келген уақытта кіріп, осылай қосып бере саласыздар. Егер де сізде ол презентацияны скачать етуге про версиясы болмаған жағдайда, осылай тегін қолдана беруге болады. Бізге оған мүмкіндік береді. Мына жерде тақырыпты өзгертуге болады презентациямыздың. Осылай алып, например, сол кезде мына жақтан бізде уже осылай аты өзгеріп шығып тұрады. Осымен жасаған презентациялар любой уақытта кіріп, осылай қолдана беруге болады. Енді сонымен қатар біз Wonderslide AI-дің артықшылықтарына тоқталып өтетін болсақ, ең алдымен ол бізде әрине уақытымызды үнемдейді. Және қолдануға өте жеңіл, ешқандай да қиындығы жоқ. Бірден түсініп алуға болады. 1-2 батырмалар арқылы ғана солай сіз презентацияңызды тез 1-2 минутта ғана жасап шығара аласыз. Және кәсіби дизайн жасайды. Жаңа өздеріңіз көргендеріңіздей, сіздер шрифт ауыстыра аласыздар, түстерін және фонды барлығын ауыстыра аласыздар. Және дизайндардың өзінің дайын шаблондары болады. Соған қарай өзі презентацияңызды жасап беретін болады. Және презентацияны тез дайындауға болады. Жаңа айтқандай, 1-2 минутта, жаңа көріп отырғанымыздай, солай презентация жасай аласыздар. Бұл құрал, яғни бізде студенттерге, мұғалімдерге және бизнес мамандарына пайдалы, яғни сабаққа мысалы 5 минут, 10 минут қалған кезде, бірақ сізде презентация сабағыңыз дайын болмаған кезде, осылай сіз жай ғана сабақтың тақырыбын жазып, барлық сабаққа жоспарыңызды, презентацияңызды сразу осылай 3-4 минуттың ішінде толықтай шығарып береді.
Сонымен осы біздің бүгінгі өткен платформамыз осылай Wonderslide AI деп аталады. Бұл мұғалімдерге, студенттерге, оқушыларға бағына таптырмас керек платформа деп ойлаймын. Және қолдануы да жеңіл, ешқандай да жарнамалар, ешқандай нәрселер кедергі етпейді. Тез әрі сапалы түрде жасап шығаруға болады. Сонымен сау болыңыздар.